Сәлем баршаңызға. Бүгін біз үй жағдайында тез дәмді болып пісетін қуырдақты дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қазанымызға майды құйып қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша етімізді ұсақтап турап аламыз. Орташа көлемде. Кей өңірлерде үлкен қылып турағанды жақсы көреді. Енді әрине өз қалауларыңыз бойынша. Мен етті орташа көлемде видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алдым. Жуаны да ұсақтап бірнеше бөлікке бөліп турап алдым. Майымыз қызып қалды. Міне қызып тұрған майымызға етімізді, жуамызды салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Әрине өз таңдауларыңыз бойынша дәмдеуішпен дәмдесеңіздер болады. Мен чеснок, қарабұрыш, зира, тұз салып, жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып қойдым. 35-45 минут шамасында өз сөлінде піседі. Қалауларыңыз бойынша картошканы қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Мен картошка қосқанды жөн көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай, міне картошкамыз дайын. Қазанымыздағы ет пісті. 35-45 минут шамасында пісті. Айтып өткенімдей, және ашып, бір кружка су құйып, жақсылап 10-15 минутқа бұқтырып аламыз. Бұқтырып болғаннан кейін дайын картошкамызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минутқа да жауып қоямыз. Міне бауыр қосам десеңіздер, картошканың пісуіне 10-15 минут қалған кезде бауырды салғандарыңыз дұрыс. Себебі одан бұрын салсаңыздар бауырларыңыз езіліп, өте езіліп кетеді, дәмі де бұзылып кетеді. Сол үшін 10-15 минут қалған кезде салғандарыңыз дұрыс. Қуырдағымыз дайын болған кезде әсемдеу үшін жуаны және укропты пайдаландым. Алдын ала кесіп, дайындап қойдым турап. Қуырдағымыз да дайын болып қалды. Тарелкамызға қуырдағымызды қазір саламыз, жақсылап әсемдейміз, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шықты, оңай, езілмей, прям өте аппетитті болып шықты. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, осылай әсемдеп, өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға ұсынсаңыз.